Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын небар екі заттан тұратын хвост әзірлейтін боламыз. Онымен жұмыртқаңыз болса болғаны, осы рецепті жасап көріңіздер. Ең алдымен біз бірінші жұмыртқамызбен ұнымызды дайындап аламыз. Жұмыртқамыз осы қолымызбен езіп, жақсылап тұрып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып тынуға қойып қоямыз. Жақсылап тынғаннан кейін бірінші осылай қолымызбен басып аламыз. Қолымызбен әбден басып алғаннан кейін барып оқтаудың көмегімен жұп-жұқа қылдырып жайып шығамыз. Нанымызды жұп-жұқа қылдырып жайып алғаннан кейін осылай ұзын бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Кесіп алған бөліктерімізді осындай вилканың көмегімен бұрап аламыз да қызып тұрған майымызда пісіріп аламыз. Осымен біздің хворстарымыз дайын. Бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Баршаларыңызға ас болсын. Егер видео ұнаған болса, тіркелуді ұмытпаңыздар.